Ал көрсек көрейік дегендей, әр жерде, әр тастың үстінде қылқиғандар мойындарын одан сайын соза түсті. Сары сандықты дзың еткізіп ашқан Омар еді. Сандықтың іші толған алтын бұйымдар екен. Сом алтыннан соққан бағалы, құнды тастардан көз салған, тұтас құйма алтыннан өрнектеп соққан, бұрап соққан неше түрлі жүзік, сақина білезіктер көздің жауын алғандай. Сәскеден ауған күн шуда бұлттың астынан жарқ етіп шыға келгенде, сандық іші де жарқ-жұрқ етті. Алтынның өткір сары сәулелері асыл тастардан шашыраған сәулелермен шағылысып, жасыл, сары, көк көгілдір, қызыл, ал қызыл, күрең қызыл неше түрлі түсті сиқырлы бояулармен жүз құбылды. Пірімбай да осыншама байлығын бұрын соңды жайып қойып, күн сәулесіне шағылыстырып көрмеген шығар-ау. Сары сандықтың бұлай құбылғанын алғаш рет көріп, таңғалып, көзі атысып, үнсіз сілейді де қалды. Сандықтың ішінде қатар-қатар бірнеше кенеп дорбалар жатқан. Балзия біреуінің бауын шешіп, ішіне төге салып еді. Патша уақытындағы қызыл империялар гу ете қалды. Енді бірінен жарқ-жұрқ етіп сыңғырлаған асыл тасты салпыншақ алқалар, моншақтар, шашбауға тізген қымбат сөлкебайлар төгілді. Енді бір салмақты дорбаның ішінен дөңк етіп, 3 тайтұяқ алтын түсті нағыз саф алтын. Балзия сақиналардың біреуін көтеріп еді. Оған ілесіп 20 шақты сақина, енді бір жүзік соңынан 20 шақты жүзік шұбырып шыға келді. Сөйте, сақина жүзіктерді бір шынжырдың бойына маржандай тізе беріпті. Балзия 2 тізбені 2 қолымен шұбалта көтерді де: «Мына байлық Пірімбайдың атасынан қалған байлық емес, жұрттың байлығы, сендердің дүниелерің», деп жаңағы сөзін тағы да қайталады да ең алдымен үлкеннен бастайын дегендей Ережептің алдына барды. Ақсарының тәтесі: «Мә ал, не мына сандықтағы таңдағаныңды ал». Жұрт тым-тырыс, бәрінің көзі Балзияда. Ережеп Балзияның қолына шошына үрке қарады. Оның көзіне алтын сақиналар, қымбат бұйымдар емес, желкесінен қысып, салбыратқан қол қамшының өріміндей ирелеңдеген улы сарбас жыландар сияқты елестеп кетті. Қазір саусағын жақындатсақ, сумаңдаған айыр тілін сұғып алатындай, уыстай алса, қолын күйдіретін түйір-түйір шоқтай Ережеп ақсақал алақанын теріс шайды. Атама шырағым, атам қазақ бүлінгеннен бүлдіргі алма деген, осы бүлінгенімізде жетер», деп орнынан ырғатыла тұрып өзенге қарай беттеді. Қолын созып тұрып қалған Балзия: «Атам қазақ бүлінгеннен бүлдіргі алмаса, сол адалдылығынан азап тартқан, қай күні бар жетіскен», деп Ережептің алмағанына ренжігені де, ренжімегені де белгісіз әрі қарай жүре берді. Отырған жігіттердің әр қайсына тізбені ұсынып: «Алыңдар, үлестеріңді алыңдар», деп баяу жылжып аралап барады. Соңында сандық көтерген Омар. Оның соңында Пірімбайдың жеңді білегінен тастай ғып ұстап алған Сардарбек. Ережептен именсе де, намыс көрсе де, әйтеуір асыл бұйымға қол созбай, үнсіз бас шайқаған жігіттерге: Қайтсын біреудің дүниесіне көз ала бұртып, ой айналайын, дұрыс, жөн», деп көрінгенге жалтақтап өтірік жымындаған дәрменсіз шал. Жан таласып, бір толқынды бір толқын қуып, кейде аласұрып, дөңбекшіп, кейде мөңкіп аққан ағынды өзеннің тарлау тұсына келіп, Ережеп үнсіз тұрып қалды. Бұл араның шуылы құлақ тұндырғандай еді.
Ережеп дүниеде не боп жатқаннан бейхабар адамдай, тек өз ойымен әлек. Ана жылдары төңкерістен кейін қазақтың оқығандары екі топқа бөлініп, солардың ішінен Алаштың азаматтары деген шығып, енді жеке ел боламыз, басымыз бірігіп, жікке де тапқа да бөлінбей, өзімізше іргелі отау тігеміз. Ол үшін көп қаражат, көп бұйым керек деп, ауыл арасына жіберген өкілдері арқылы түрлі салық, түрлі алым жинаған. Сонда төңкерістен қорқып отырған байларға Алаш азаматтарының ниеттері ұнап, әркім барын берген еді. Сол өкілдердің бірі осы Пірімбай еді-ау. Бұл ақшасы жоқтардан көбінесе алтын, күміс бұйымдар жинағаны қайда. Бірнеше ауылдан жиған тергенін жаңа өкіметке тапсырды. Тізімдеп, қаттап өткізіпті деп жүретін. Оны қай қазақтың баласы тексерді дейсің. Сөйтсе, заманның аласапыран кезін пайдаланып, елді жарылқаймын деп күпсінген, жаны ашыған Пірімбай секілді Алашыңның азаматтары әншейін қараңғы елді қан қақсатқан екен-ау. Ережеп те сол кезде жұртты ертіп, өзі үлгі болу үшін сонау жеті атасынан бері ұрпақтан ұрпаққа ауысқан тайтұяқ алтыннан осы Пірімбайға бергені қайда. Сөйтсе, бұл кәззап ел байлығын жанына басып қалған екен ғой. Жаңағылардың ішінде мұның да алтыны бар шығар-ау. Қап, тым құрмаса, өз дүниемді өзім қайтып алмаған екенмін деп, өзеннің төмен құлдырап, бұрала аққан тұсына қарап еді. Жаңағы отырғандардың бәрі өзен шетіне төніп келіп қалыпты. Бәрі үрпейсіп, дөңкиген тастардың үстіне шығып қарап тұр. Не қызықтап тұрғандары, не ережеп құсап өз үлестерін алмай кергіп, күпіршілік жасағандарына өкініп тұрғандары белгісіз. Жаңа ережеп ақсақалдарына еріп, бүлінгеннен бүлдіргі алмаймыз деп, қолдары күйіп қалатындай чыжырынған жұртқа ыза болған Балзия өзен шетіне жете беріп, қолындағы тізбелерді толқынға атқан. Сардарбектің сығымынан босаған арық Пірімбай одан сайын бір уыс болып, бүрісіп, Балзияның аяғына жығылған. Теке сақалы шошаңдап, көзінен сорасы ағып, кемсеңдеп, жалбарынған мүсәпірдің не деп жатқанын жұртқа тау өзенінің шуылы естіртпейді. Омардың қолындағы шағында болса салмақты сандықты алып, өзеннің құлама жиегіндегі тершіген бұжыр тасқа шығып, теңселе тұрып, Пірімбайды соңғы тергеуге алған Балзияның сөзінде ешкім ести алмады. Қақпағы жабық, сары ала сандықты ұзақ көтеруге қары талғандай бір кезде суға лақтырды. Салмақты сандықпен бірге қалбаң ойнап, өзі де өзенге ұшып кете жаздаған Балзияға ма, айдалада буырқанған суға кеткен қаншама рәсуа байлыққа ма, жиектегі қарасы 100 шақты адам түгел алға ұмтылып, ах деп қалды. Кей тұсында көбік шашып, кей тұсында су бүркіп, аласырып гүрілдеген өзен толқыны сандықшаны қағып алып, буырқанған бұйра толқындар аударып, төңкеріп, көз ілестірмей дөңгелете жөнелді. Жан даусы шыға бақырып, аузы қисайып, төмен қарай сандықшадай домалап, Пірімбай зыр жүгіріп барады. Енді мүсәпір шалды, ешкім ұстаған да жоқ, бөгеген де жоқ. Ешкім оған қосылып жүгірген де жоқ. Мейлі байғұс шал, қалған өмірінің үміті, талай жылға жиған байлығымен соңғы рет қоштасып қалсын дегендей міз бақпады. Шалдың бақытына не өліміне көрінгендей, көз көрім жерден бір кезде сандық шошаң етіп шығып, су сиырдың жонындай діңкиген дәу қоңыр тастың үстіне әдейі қойғандай тұрып қалды. Сандық тұрған жер жүз құбылды. Тасқа ұрып жатқан толқынның бүрікпе тамшылары күн көзіне маржандай шағылысып, кемпір қосақ иіліп ойнап тұр еді.
Қалбалақтап жеткен сорлы шал алдарына қарамай өзенге көзсіз қойып кетті. Тап бұлай болар деп ойламаған жұрт іштерін тартып тына қалған. Тоқта, кейін қайт деген ақылдың да енді Пірімбайға әсері жоқ. Көзі тұнып, су жұтқан пенде оны ести алмаста еді. Бүйірінен, иығынан ұрған толқыннан суға құлап, малтығып, қиралаңдап, бір жығылып бір тұрған Пірімбай қоңыр тасқа жетіп те қалды. Әне, саусақтары тарбиып, қолын созып тастан ұстады. Жұрттың демі таусылып, тым-тырыс қарап тұр. Пірімбай кемпір қосақты қарманып, сандыққа қолды сала берді. Әттең, бірақ еліде жетпей қалдау, артынан ұрған қалың толқын бәрін шайып кетті. Сандық жылт етті. Пірімбай толқынмен бірге мөңкіп барып, екі аяғы серең етіп, тастың астына қарай бүктетіле күмп берді. Қайтып сандық да, Пірімбай да көрінген жоқ. Өзен бойына телміре қараған жұрт әлден уақытта барып, үнсіз ғана беттерін сипады. Бірінші асудан аман өтіп, көңілдері бір жайлы болған көш кешке қарай жылы сайдан шығып, Кеңтау бөктеріне қанат жайып, тыныс алған. Бірақ бұл түні төтеден келер қауіп қатер болмаса да, ешкім дұрыстап ұйықтай алмады. Біреулерінің көз алдынан қыл көпір, онда иелерін тағатсыз күткен қыруар мал, енді бірінің көз алдынан жан-жағына жалтақтап қашып бара жатқан, қолы артына байлаулы есет, қос мәсілі аяғы шошаң етіп, сандық соңынан суға кеткен Пірімбай кетпей қойса, Ережеп байдың есінен қос жиренді ортекедей ойнақтатып, қарасып бара жатқан қос ұры шықпай қойды. Ал Сәлмен мен Әлменнің көз алдында бұрын соңды көрмеген сұмдық тұрып алды. Олар қос жиренге тақымдары тиісімен тауда қалған қылкөпірдегі жылқыларға қарай асыққан. Бірақ жете алмады. Қарсы беттегі биік шоқыда, тырбық теректердің бауырында, нөсер астында ұзақ тұрды. Күн бата, тауда жел тұрып, азулыны қара құрым бұлт басқан. Бұлар көріп келеді. Бір кезде аспан асты шатыр-шатыр етіп, қылкөпірдің үстінде биік құзда найзағай жарқылдап, әлде бір көк аттың жалынына жай түскендей болған. Сол-ақ екен, күз астын күмбірлеген, шұрқыраған, шыңғырған жылқы даусы басып кетті. Естері шыққан жылқы баласы алға ұмтылып, бірін-бірі баса көктеп аласапыран болса керек. Найзағай жарқ-жұрқ еткенде, төрт аяғы сереңдеп құздан ұшып жатқан аттарды Сәлмен мен Әлмен көріп тұрды. Әлден уақытта барып, найзағай енді бір жарқ еткенде, жалаңаш құздың бауырында ештеме көрінбеді. Тек суылдаған нөсер төпелеп ұзақ жауды. Тау бөктерінде өзінің ағайын жұрағатының, бірге өскен құрбы-құрдасының, бір рулы елінің ішінде жатса да, бұл түні Балзия бір түрлі өз-өзінен құлазып, көңілі жадап, алғаш рет әлденені өгейсіп, тұңғыш рет жалғызсырай берген. Алиманың Аманай мен Балзияға іздеу салғанына бір жұмадай уақыт өткен. Алыстағы ауылдардан, Шаниядан қатынаған жолаушылардан келімді-кетімді, алыс жұрағаттардан сұрап, маңайдағы елді мекенге жаяулап барып, аяғынан сарсылғанмен еш хабар ала алмаған. Не кемпірді, не баланы көрдік, білдік деген тірі пенде табылмады. Ене де, бала да зым-зия. Ақыры ойлап-ойлап, күні-түні басын қатырып жүріп, Балзия мен Аманайдың қайда кеткенін топшылап өзі тапты. Тапқанына қуанған жоқ, жүрегі шымырлап қоя берді. Шынымен жобасы дұрыс болса, ұлынан мәңгі айырларына көзі жеткен еді. Әлима жан ұшырып, томар омарға келді. Қашанда ескі құсқыны жамап, жасқап, не қалған құтқан былғары ұлтаннан құрап сұрап,
етік тігіп отырар мүгедек шалды үйінен басты. Ешқайда қаңғып кете қоймапты. Балзияға келіп, ылғи өткен кеткенді бас шұлғыса әңгімелесіп, ара-тұра өзі әкелген қазеттерін оқытып, ұзақ отыратын молақ шалдан басқа тірі пенденің өзінің қайғысына қабырғасы қайыспайтынын Әлима жақсы біледі. Ата, Ақапам мен Аманайдың қайда кеткенін таптым. Жаңа есіме түсті. Ата, таптым, деді төсенішке отырар-отырмаста көзіне жас алып сыбырлай сөйлеген Әлима. Я, қайда екен? Қайда жүр? Томар Омардың көзі бақшаң етіп, қолындағы саймандарын тастай салды. Ол да үрейлі хабарды әлде кімнен жасырғандай, не ұрлықтың үстінен түскендей, молақ денесімен домалаңдап, екі қолымен секектей жылжып, Әлиманың қасына таянды. Тірі ме өздері? Тірі болса жарар еді. Кім айтты? Кімнен естідің? Ешкімнен естігем жоқ. Өзім білдім. Өзім білдім. Өзің білгенің қалай? Естімесең, көрмесең. Шырағым, түсініктіретіп айтшы. Қалай білдің? Білгенде, Әлима көз жасын сүртті де сөзін қызық бастады. Ата, мен күйеуге тиейін деп жатырмын. Естімедіңіз бе? Жоқ, шырағым, естісем құлағым керең болсын. Ал, тие ғой, онда тұрған не бар? Басың азат. Кімге дейсіз ғой? Я, кімге, қарағым, бұл маңда. Бақтиға. Бақтиға? Әлгі пәйжүсірге ме? Я, ата, жазу солай. Я, жазмыштан озмыш жоқ деген. Ал ол жігіттің қызметі ауысыпты. Алысқа ішке кететін болыпты деп жүруші еді ғой. Шырағым-ау, сен де сонда еліңді тастап, алысқа жат жерге кетпексің бе? Бұл арадағы жат жер дегенді бұрынғы ұзатылатын, қалыңдыққа айтылатын жат жұртқа дейтін сөзде емес. Екеуі де қас қалпында түсінді. Жазу солай, ата. Әлима алғашқы сөзін қайталады. Қайтейін, қашанға Заманайды күтіп отыра берем. Ол қайда? Оны да ешкім айтпайды. Аманай болса, ескіріп, ер жетіп келеді. Көштен қалған жұрттай, бар қызықтан қалыс қалған осы ескі ауыл қотанында отыра берем бе? Түсінем ғой, шырағым, жағдайыңды түсінем. Бірақ алысқа танымайтын жаққа кететініңді айтқаным ғой, деп ұзақ сонарға түсіп, қара басының қайғысын айтып, мұңын шаққан келіншекті алғашқы сөзге тартты Томар Омар. Алысқа танымайтын елге дейсіз. Бар кінәм осы болды ғой. Ата, Ақапам да менің күйеуге шыққаныма қарсылық білдірмегенімен, алысқа танымайтын жат жұртқа барарыма кесе көлденең тұрмады ма? Бала жаман емес, баруыңа қарсылығым жоқ. Заманайды күтуде ақ күттің. Күдер үзетінде шаққа да жеттің. Басың жас, теңіңді тауып қосылғаның жөн. Бірақ мен өзім тірі отырғанда Аманайды береді деп ойлама. Мен өлген соң алып кетерсің, деп бірден қарсы шықты. Ақапау, не айтып отырсыз? Ол менің ұлым емес пе? Мен жалғызымды тастап қайда барамын? Деп едім. Ол сенің ғана ұлың емес. Заманайдың да ұлы. Заманай менің ұлым. Заманайды елінен, ата мекенінен алып кетіп, адастырғаным да жетер. Енді Заманайдың ұлын адастырар жайым жоқ, деп айпарам мінезіне басты. Мен алғашқыда Ақапамды жай ғана ақылға келтіріп түсіндірмек болдым. Ақапа, тыңдашы, баратын жеріміз қаншама қашық дегенмен бүкіл жер жиһандағы ең ғажап көрікті кент екен. Аты Шинсин деді ме, төбе басындағы кент деп аталады екен. Ну орманға малынған, көшелерінен мың-мың бұлақ ағып жатқан, көшелерінен сұлу кенттің іргесінде мың-мың желкенді қайықтар жүзетін Янчы өзені бар. 12 айың онда жаз боп маужыраған осы дүниенің жұмағы. Тауларынан сарқырама өзендер құлап ағатын, ауасын бір жұтсаң
10 жылғы ауруыңа шипа болар құтты мекен екен деп Бахтидің айтуы бойынша мен де барар жерді тілім жеткенше сипаттадым. Аманайдың оқитынын, өзіміздің ендігі қалған өмірде жай барахат, тыныш өмір сүретінімізді, тоқ тұратынымызды айтып қызықтырдым. Жоқ, неше жерден айтсаң да, Аманайды бермеймін. Барар жұмағыңды өзің-ақ көр, өзің-ақ жарылған. Аманайдың жұмағы басқа жерде. Оның жұмағы ата мекені. Оны заманайым көре алмады. Оған кінәлі мен. Сол өкініштің орны Аманаймен ғана өтелер. Ешқайда бармайды. Бөтен елде сұлтан болғанша, өз елінде ұлтан болған артық, деп қасарысқан енеме тілімде тиіп кетті білем. Өкініштің орны Аманаймен ғана өтелер дегенін түсінсемші. Мені де жоқ жерде ашу қысқаны. Апа, қалай десең олай де, сен қалсаң қала бер. Аманайымды саған тастап кетер жайым жоқ. Атамекен деп қоймайсың. Ол қалай? Ол менде де, сенде де жоқ. Қай жерде жақсы тұрмыз, сол жер құтты мекен. Сөзді осымен доғарайық. Жоққа әуре болып, жыланша жиырылғаннан пайда жоқ, деп сөз аяғын қаттырақ айтып ем. Жарайды, мен жылан екенмін. Олай болса жыланның бір кескені сендей кесірткелердің талайына тұрады. Көреміз деп бар бол да тоқтаған. Өзі дімкәс адамды бекер ренжіттім-ау. Енді қанша жасар дейсің? Өлгенше неге күте тұрмадым деп сол арада қатты қынжылдым. Тым құрмаса Бахти келгенше алдай тұрсамшы. Ертең ол мені алып кетпекші. Соның келетін күні ғана есіме әлгі сөздер түсіп, сонда барып олардың қайда кеткеніне көзім жетті. Бұрынырақ ойласамшы. Сонда олар қайда кетті деп ойлайсың? Ата-ау, әлі де түсінбей отырсыз ба? Ар жаққа, баяғыда елді бөріктіріп, өзі ертіп әкеткен еліне де. Бірақ қаусаған кемпір қалай жетеді? Екі ортада қаршадай бала қосақ арасында, деп көңіліндегі жамандыққа аузы бармай Әлима тағы да көзіне жас алды. Молық шал да күрсінді. Мен де тауасқандарын біліп ем. Оны бұрын неге айтпадыңыз? Әлима жасты көзін шалға қадады. Балзияның кеткені маған да оңай тиді деймісің, шырағым? Содан бері бұрынғыдан да жалғызсырап, бір жақ қабырғам түгел сөгілгенде болып отырған жоқ па? Енді кіммен кеңесіп, кіммен шерімді тарқатармын? Кім маған бұдан былай газеттерді оқып берер? Ол да болса жүдеген көңілге медеу еді-ау. Енді бүкіл дүниеден хабарсыз меңіреу боп қалдым. Томар-омар қаттап қойған жаңа газет журналдарға қарап балаша кемсеңдеді. Мені де тастап кетті-ау. Денім сау болса, сол екеуін өзім-ақ алып өтпес педім. Сендер қалай өтесіңдер? Бір жерде майып болып жатырсыңдар ма әлде? Сормаңдай пақырларым-ай, жолдарың оңғарылсын деп, шын тілеулеріңді тілеп, қайда кеткендеріңді ішім сезсе де, ешкімге тіс жармай отырып ем. Обалдарыңа қалдым ба? Аман жетсеңдер жарар еді. Ата-ау, не айтып отырсыз? Майып болғаны қалай? Олар таудан өте алмай ма? Айтыңызшы, тірі деп ойлайсыз ба оларды? Өте ала ма? Соңынан қусақ жете аламыз ба? Жүретін жолын білесіз бе? Айтыңызшы. Ата, бұл ауылда сол жылды білетін сізден басқа ешкім жоқ. Айтыңыз, соңынан іздеп шығайықшы. Маған тым құрмаса, жөн сілтеңізші, ата, деп Әлима жылап қоя берді. Шырағым-ай, олардың соңынан қуып қайтесің? Одан да олардың тілеуін тіле, аман есен жетсін елге. Бірақ жете алар ма? Балзияның атжалмандай шылғыған жас кезі болса бір сәр, тау-тастың ұңғыл-шоңғылына дейін білетін аңшылық құрған қыз кезінде екі елдің арасында көзін жұмып-ақ өте берер еді. Ал қазір қартайған шағында білмеймін. Әсіресе сәукеледен өту, мұзарттан өту, сәукеле, мұзарт қиын ғой. Мұзартты айтқанда Әлиманың жүрегі мұздап қоя берді. Бұрын сәукеле тауын күнде көріп жүрсе де, оның қандай тау екенін
тіпті ол туралы аңыз бар екенін ескермейтін. Адам баласының басқа түссе баспақшы дейтіні осы екен-ау. Енді міне Аманайы сол Сәукеледен, Сәукеле қасындағы мұзарттан өту керек. Одан өте алар ма дегенді білгісі келіп, шалдан қайта-қайта сұрағыштай берді. Сонда: ата, сіз қайдағы суық Сәукелені айта бересіз? Одан басқа жол жоқ па? Мүмкін. Жоқ, шырағым, басқа жол жоқ. Бұл жолы молақ шал орнынан қарғып тұрардай қопаң етіп, әлденеге ашуланғандай түсін суытып, қысқа кесіп айтты. Басқа жол болмаған соң, сол қиямет жолмен өткен ана Қанипа екеуміздің ғұмырымызда қиямет қайыммен өтіп келе жатқан жоқ па? Ай, Сәукеле. Сәукеленің атын құлағы шалып қалған сайын үйге бір кіріп, бір шығып, өзінше шаруа қамымен жүрген Қанипа елең етіп, күйеуіне жалт қарайтын. Шалы: ай, Сәукеле, деп қабағын шытып, басын шайқағанда, Қанипа да басын шайқап, бұлардың қасына келді. Көзінде жылуы жоқ, ауысқан әйел бет алды күліп: сен Сәукеле дедің е? Мен де Сәукеле дедім е? Мен Сәукелені білем. Мені Сәукеле де біледі. Я, шал, мен айтайын ба? Әй, Сәукеле, сенің қалтаңда меруертім жатыр, деп жай барақат бастап келе жатыр еді. Жарайды, сен білесің, сен бәрін білесің, айтпай-ақ қой, деп Томар Омар оның сөзін бөліп жіберді. Мен білемін. Я, айтпаймын. Ештеңе айтпаймын. Сен айтпа десең айтпаймын. Қой деші, қоямын. Қойма деші, қоймаймын. Жында елдің бетіндегі күлкі табы лезде өшіп, көзі шатынап, сұрланып сала беріп еді. Қой дедім ғой мен саған. Мені тыңдаймын дейтінің қайда? Бар енді. Есек жайылып жүрген шығар. Тауып әкелші, екеуміз тауға барамыз, деп біресе секіп, біресе балаша алдады молақ шал. Тауға барамыз ба, тауға? Жарайды, мен сені тыңдаймын. Есекті тауып әкелемін. Арбаға жегемін. Алақай, деп балаша алданып, балаша қуанған Қанипа үйден шығып кетті. Апырай, сол аты өшкір мұзартты қайдан есіне салдым. Жауын шашынды күз жақындап келеді. Тағы да ұстамасы қайталап қалмаса иігеді, деп шал таңдайын қағып, басын қынжыла шайқады. Әлима бұрынғыдан бетер үрейлене түсті. Сәукеле жайын бұрынғыдан бетер білгісі келіп, қанша қорыққанмен ынтыға түсті. Ата, айтыңызшы, неге жасырасыз? Менің білуім керек. Аманайым кеткен жақты білуім керек. Неге зарықтырасыз? Айтыңыз. Жарайды, шырағым, қоймадың ғой. Айтайын. Бұл бір ұмыт болған ескі қайғы, ескі жара еді. Тағы да бетін тырнайтын болдық қой, деп не киінгені, не мазасын алған жас келіншекке ашуланғаны белгісіз біраз түнеріп отырды да, шал әңгімесін әріден бастады. Я, содан тастамнан бері шыққан соң, таудың адам аяғы баспаған жерлермен жүріп отырып, ақыры көш осы Сәукеле тауына жетті. Онша қиындық көрген жоқпыз. Бір ауыл түгел сетнеме жұбымызды жазбай жеттік. Я, айтқандай, сетнеме дегенде жақын жұрағаттардың тұтастығын, амандығын айтып отырғаным ғой. Әйтпесе, атасы басқа бір-екі азамат кейін қайтып, малымыздан аздап шашау шыққан. Тастамнан өткен түннің ертеңінде арамызда Ораз, Қаназ деген ағайынды екі жігіт жоқ боп шықты. Олардың атасы ғана басқа емес, табы да басқа еді. Көккөз атаның жалшылары болатын. Қалай ұрынып қабын тауып кетті дерің бар ма? Тауда өскен әккі жылқышылар емес пе? Бір қос жылқыны жымын білдірмей өздерімен қоса айдап кетіпті. Алысқа, жат жерге бір жола кетіп бара жатқанымызды сезді ме, жершіл, иісшіл екі тазы да өздері білетін жылқылармен елге қайтып кетсе керек. Олар да ертеңіне болмай шықты. Санын соғып қала берген көккөз ата: ей, қанша асырасаң да бөрінің бөлтірігі бөрілігін жасамай қоймайды. Олар да әлгі аш қасқырдай жаланған таяқ қалпақтардың тұқымы емес пе? Ол тұқымыңды, ұрайындарды өзім қуып жетіп,
көк желкелерін қимасам атым өшсін. Не оларға серт, не маған серт деп, мал ашуы, жан ашуы, мінілмеген тың атты ертетіп, қасына 2-3 қарулы жігітті сайлап, Көккөз ата өзі аттанайын деп жатқанда, тісін қайрап, зіркілдеген ашулы шалды алған бетінен қайтарған тағы да балзия. Жарайды, жетті, Көккөз ата, желпілдетіп қайда бармақшысың? Оларды қуып жетем деп ойлаймысың? Әлде әлгі тұяқ қалпақтарының қақпанына өзің барып түскің келеді ме? Қай малыңның шашауы шықпай, қай малың талапайға түспей жатыр? Қайта Ораз бен Қаназдың айдаған малы адал мал, ақ адал еңбегі. Олар сонау үрім бұтақ зәузәтінен бері сендердің малдарыңды бағып келе жатқан жоқ па еді? Қайсың жарытып, малын дұрыстап төлеп едіңдер? Талай жылғы майлықтарының өтемін бірақ сыпырып, сиырып әкеткен ғой. Сауап деп сөз аяғын кімге екені беймәлім, кекесінен замен зығырлана бітіріп доғарған. Одан да енді қалған малдарыңа ие болсаңдар да жетер. Я, қалған малдан да көп шашау шығып, әр жерде шашылды ғой. Құт бір кетпесін, бір кетсе құтыңмен бірге бағың да тайып, берекең де қашады екен. Елін, жұртын талақ еткенді, өз ошағынан жерінген пендені Құдайдың кәрі соғып, жердің киесі атады екен әманда. Я, содан біз Сәукеле тауына соңғы асу биік мұзда суға иектеп жеттік. Көшті түсіріп, мәңгі қар сірескен жотада бір күн, бір түн түнеп жатырмыз. Қалың мұзартты Сәукеле тауын барлап келген жігіттердің беттері үсіп, қолдары домбығып, зорығып оралған. Сәукеле тауының қаһарына мініп, ысқырып тұрған шақ еді. Сол кез тау бетінен сайхан желінің бет қаратпай соғып тұрған кез еді. Сайхан желі емес, нағыз сойхан желі. Талайды басынан өткерген көнекөз ақсақалдар мен неше бір ғаламат боран шашыныңа төтеп беріп, неше бір қиын асулардан асып өскен жырынды жылқышылар көп ақылдасып, көп кеңесіп, ақыры бір шешімге тоқтаған. Сойхан желі бір соқса, тынбастан айлап соғады екен. Оның басылуын күтіп жатсаң, елден де, малдан да береке кетіп, азып тозбақ. Оның үстіне артымыздан әлде кімдер қуып келетіндей, әлі де үрейден айықпай, үдере көшіп келе жатқан көшті тоқтатуға болмайды. Не де болса, Құдайдың салғанын көрдік. Тәуекел деп, белді бекем буған ел, ертемен өтпекке келістік. Сол күні ақша қар үстінде 2 үйір жылқы сойылып, ақ жота қан сасыды. Мұзарттың үсті тілім-тілім, арса-арса жарық екен. Атаңа нәлет, мұз жарықтарының аты да өзіне сай бір жосын әңгек делінеді. Тап көш ететін ыңғайлы мұз жотасында кесе көлденең көрдей үңірейген, алып айдаһардың аузында ырсиған өткел бермес кең әңгек бар екен. Тәжірибелі қарттар, түп жағы тар, аузы араңдай сол мұз жарығын сойған малдармен бітейді екен. Кейін мұз ішінде қатып, еті бүлінбейтін жылқыларды біртіндеп суырып алып, соғым етіп жеуге де болады дейді. Не керек сол күні алға кеткен өңкей, әлекедей жаланған қарулы жігіттер адамды ұшырып жіберердей ышқына соққан боранды дауылда әңгекті бітеп, ең қауіпті мұз жолды түгелдей кигізбен жауып, көшке даярладық. Қаншама туырлық, төсеніш кигіздер мұзартқа жайылды. Дауылға желпілдеп түрілген етектерін бекітіп, әлхал деп көш Сәукелеге беттеген. Я, шырағым, айтып-айтпай не керек? Сол мұзарт, сол көш есіме түссе, осы күнге дейін құйқа тамырым шымырлайды. Сол күн сойхан желдің өтіндегі сойханды күн болмады ма? Бет қаратпай қақаған ондай боранды бұрын соңды көрген емеспін. Бар жылы деген киімдерін киініп, шымқанып, біріне бірі жабысып, бірінен бірі қалмай иттіркесе көшкен ел, бала-шаға, қатын-қалаш улап-шулап, алға баспай, табандап, шегіншектеп кісінеген жылқы, маңыраған қой, бақырған түйелер,
Сәукеле шыңын қым-қуыт үрейлі шуға бөктірді. Ақ сапалақ боран ішінде көздерін ақ шелдей ақ тозан басқан адамдар кигіз үстіне дәл келтіре алмай, бұйдасынан айырылған екі-үш түйенің май табаны бетіне бір шөкім қар жұқпайтын жылтыр мұздан тайып, жүк мүгімен төмен қарай мұзды құзға түймақтай ұшқан. Талай қойлар, асау жылқылар тап аяқ асықтарша жылп етіп кетті көзден ғайып болып. Түйе қомындағы жадыдан түсіріп алған құйтымдай балаларға дейін құндақтағы сәбилерін көтерген шешелерінің, әкелерінің етектерінен ұстап, ақ сапалақтың ішінде бақырып, жылап өтіп жатыр. Ұзыннан ұзақ шұбатылған кигіз жолдың бойына тартқан керме арқаннан ұстап, зәре құттары қалмай жылжыған адамдарды кімнің қай тұста кетіп бара жатқанын ажыратып болмайды. Қатындардың аузында қарғыз, еркектердің аузында боқтық. Атаңа нәлет, қайдан ғана тап болдық мына күйге? Астымыздан шу шыққандай қиямет қайымға кім бастады? О, басыңнан азап кетпесін азап. Құдайдың күні де қырсықтау лағнет жауғыр. Бала шағаңның игілігін көрме десіп, кімді балағаттап, кімді қарғаған өздері де білмейді. Әйтеуір суылдаған алай-түлей ызғарлы боранның ішінде қақалып шашалып, желге қарсы қарай алмай, демдері бітіп тұншығып, арқаларын бері бақтап, бірін-бірі айғайлап шақырып, балаларының аттарын қайта-қайта қайталап, бүрісіп құрысып, жылжыған ызалы күш түс ауа мұзарттан зорға өтіп, намаздыгерде етекке шаршап шалдығып түскен. Беті қолы пәре-пәре жыртылған, үсік шалып домбыққан жандар, малынан дүниесінен айырылған адамдар естерін жия, бірін-бірі іздеп, қым-қиғаш қиқуға салып, сабылып жүр. Сол күнгі ең бақытсыз сормаңдай адам Қанипа екеуміз екеміз. Мен Қанипаға, Қанипа маған сеніп жүріп, әке-шешемнің қолындағы тұңғышымызды да, соңғы қуанышымызды да Меруерт атты қызымыздан айырылыппыз. Көш ішінде жоқ, ешкімнің қолында жоқ. Қанипа жасынан мәпелеумен ерке өскен Ережеп байдың соңғы үшінші тоқалынан туған сүт кенжесі еді. Жаратылысында тік бақай, адуынды бір бет келіншек. Қазақ рәсімімен ата-ененің алдынан көсе көлденең өтпей, қанша әдеп сақтағанмен, шынтуайтқа келгенде бар сыпайылықты ұмытып, ойранды салды деймісің. Дүниеде ана атаулының бәрі де бала жанды шығарау. Тап Қанипадай балаға ет бауыры езіліп, жүрегі үзіліп түсердей күйзелмеген жас келіншекті ғұмырымда көрген емеспін. Өз әке-шешесіне де, ата-енесіне де маған да қиғылықты салып, тауып бер Меруертімді деп, екі аяғымызды бір етікке тықты. Жылы қойнауға түскен көшті қайтадан аяз қарып, қайтадан ызғар ескендей бүкіл ауылдың құты қашты. Балзия да Қанипаны қостап, 10 шақты жігіттің басын қосып, барыңдар, қайтадан Сәукелеге, қараңдар мұзарттың төңірегін, бір арада бір қуыста адасып қалған шығар, неғып айырылып қалдыңдар, не қара басты сендерді, тым құрмаса сүйегін тауып әкеліңдер, деп мұзартқа қайта қуды. Тағы да қосаққа аттар алып, үстеріне қабаттап, кигіз артып, шыңырау құдыққа жетер құлаш-құлаш көп қыл арқан, 3-4 сүймен, шапашот тағы басқа саймандар тиеп, жейтін тамақ сусын алып Сәукелеге қайта тарттық. Қанипа ешкімнің айтқанына құлақ аспай, ешкімге бой бермей бізбен ерген. Әй шырағым-ай, айтып-айтпай не керек? Сол бір күнді есіме алсам, тап қазір құйқа тамырым шымырлайды. Баяғыда айырылған екі аяғымның табандары солқылдайтын сияқты. Бұл бір ұмыт болған жай еді. Осыны қайдан бастадық? Несіне еске аламын деп, томар-омар үнсіз түнеріп, қамығып отырып қалып еді. Ата, айтыңызшы, бір бастаған соң несіне тоқталасыз? Айтыңызшы, деп Әлима тағы да қиылды. Шырағым Әлима, мен сол күнгі сұмдықты айтайын деп отырем. Ол біздің басымызға келген зауал ғой. Өзімен кетсін, сенің аманайыңнан аулақ.
Балзиялар мүмкін, кім біледі, Сәукеледен аман есен өткен шығар. Сен әйтеуір өз басыңа жормашы. Мен сенің күдеріңді мүлдем үздірейін деп отырғам жоқ. Атау, бәрін түсінем, бәрін білем. Айтыңызшы, тек жасырмай, еш бүкпесіз бірін қалдырмай айтыңызшы. Я, содан, деп Томар Омар үрейлі әңгімесін қайта жалғады. Сәукелеге келсек, аспаннан құйылған қар азайған ба, боран аздап толастапты да, жел бұрынғыдан да күшейе түскен сияқты. Ысқырып, уілдеп, суылдап соғып тұр. Мұзарт үстіндегі аяз қимылсыз сәл тұрып қалсаң, бет қариды. Бетімізді жиі уқалап, кигіз төсеп отырып, әлгі 10 шақты жігіт Қанипа бар, мұзарт үстін ұзақ тінттік. Екі таудың ортасындағы қойнауды түгел бітеп тастаған мұзарттың алғашқыда қай жағынан түскенімізді таба алмай ұзақ тентіредік. Аспандағы бұлт пердесінен көмескі көрінген ай сәулесінің жарығы да әлсіз. Құдай, бір кезде Қанипаның құлағы шалды. Тым-тырыс тына қалып, бәріміз де құлағымызды желден қақалап тыңдадық. Шырағым-ай, жүрегім үзіліп түсем екен деп. Әлде бір терең қуыстан қылғына жылаған баланың қарлыққан әлсіз даусы естіледі. Күн ұзақ даусы бір сенбей, тынымсыз еңіреп, көмек сұрап, жалбарынған, жылай-жылай шаршаған 4 жасар қызым Меруертімнің даусы. Мұны естіген Қанипада ес қалмады. Ағыл-тегіл жылаған әйелімнің бетінен сорғалап қатқан мұзды сыпырып тұрып, айғайды салып, өмірімде бір боқтап ұрсып, зорға тыйдым даусын. Құрметті тыңдаушылар, жалғасы бар. Жалғасын тыңдағыларыңыз келсе, онда міндетті түрде менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Көп-көп рахмет.